Сәлем достар, баршаңызға. Бүгін сіздермен вафли әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Үй жағдайында әзірленетін вафлидің рецептімен бөлісетін боламын. Өте қытырлақ болып шығады. Жасап көруге кеңес етемін. Бізге керекті заттар: үй температурасында еріп тұрған сары майымыз және ұнымыз, қантымыз қажет болады, және 5 жұмыртқамыз керек болады. Мен жұмыртқаны осылай арнайы ыдысқа салып жарып алдым, дайындап. Енді миксердің көмегімен үй температурасында еріп тұрған жұмсақ сары майымызды үстіне қантымызды бөліп сала отырып араластыратын боламыз. Маған 3 минуттай уақыт кетті. Осы сары майды араластыру үшін қантымыз толықтай барлығы ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Толықтай сары майымызды қантымызбен араластырып болған соң, миксердің көмегімен жұмыртқамыздың барлығын сала отырып, толықтай араластырып аламыз біркелкі болғанша. Егер сіздер венчикпен араластыратын болсаңыздар, жұмыртқаны бір-бірлеп бөліп салғандарыңыз дұрыс болады. Енді үстіне ұнымызды салып, тағы да барлығы біркелкі болғанша араластырып аламыз. Біздің дайын болған қамырымыз міне осындай қоймалжың болып шығады. Массамыз осындай болып шығуы керек. Енді бізде арнайы вафельница қажет болады. Осындай вафельницаға осылай қасықпен бір қасық салып, қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, осылай қызартып пісіріп аламыз. Өздеріңізге қалай ұнайды, солай орап алсаңыздар болады. Мен осылай трубочка тәрізді домалақ етіп орап алдым. Мінекей достар, мен вафлиларым барлығын толықтай пісіріп болдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Осы рецептпен жасалу жолы өте оңай. Вафельницаларыңыз болса, үй жағдайында жасауға болады. Дәмі өте тіл үйретін және қытырлақ болып, балдарға ұнайтын вафлидің рецептімен сіздермен бөлістім. Егер менің видеом ұнаған болса, маған лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге Жанар Баймұрат.